Саламатсың ба оқушы? Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Балалар, сендер үйден жаңа сабақ қазақ хандығының құрылуын оқып және WhatsApp желісіне жіберілген сілтемелер арқылы бейне жазбаларды көріп, түсініп, оқып келген боларсыңдар. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазақ хандығының құрылуы. Бүгінгі сабақта сендер Ақ Орда мен Көк Орда, алғашқы қазақ мемлекеттері, Түркістан қалалары үшін күрес, қазақ хандығы құрылуының себептері туралы білесіңдер. Балалар, алдарыңызда ұсынылған картада Ақ Орда мемлекетінің аумағы берілген. Балалар, жошы ұлысының шығыс бөлігінде Орда Ежен ұрпақтарының ұлысы бөліктене бастағаны айтылады. Осы Орда Ежен ұлысы Ақ Орда деп аталды. Ақ Орда ұғымы ұлы даланың батыс бөлігін жаулап алғаннан кейін Бату Еділ жағалауына қоныс аударды. Жайық өзені Орда Ежен мен Бату ұлыстарының арасындағы шекараға айналды. Батыс Қазақстанда Батудың кіші інісі Шайбани қалып, ол Шайбанилердің жеке ұлысының негізін қалады. Бұл ұлыс Көк Орда деп аталды. 14 ғасырдың екінші жартысында Шайбанилер Алтын Ордадағы билікті басып алып, оған өз ұлысының атын Көк Орда берді. Бұл дерек көздерде бір қатар шатасуларды туындатты. 1370 жылдарының қарсаңында олардың бұрынғы ұлысы Орда Ежен ұрпағы Орыс ханның Ақ Ордасына қосылды. Орыс хан тұсында Ақ Орда күшейіп, жошы әулетінің сол қанаты тиесілі барлық жерді біріктірді. Ал Ақ Орда Сырдария бойындағы қалаларды, әсіресе астаналық қала Сығанақты қайтарады. Шайбанилердің бұрынғы Көк Ордасын батыс Қазақстанды қосып алды. 1375-1376 жылдары Орыс хан Алтын Ордалық Сарайшық, Қажы Тархан мен Сарай қалаларын басып алды және ол жерде өз ақшасын шығара бастады. Орыс ханның өлімінен кейін Тоқтамыс бүкіл жошы ұлысын өз қол астына біріктірді. Орыс ханның ұрпақтары Ақ Ордадағы өз билігін қалпына келтіру үшін күрес бастады. Далалық тайпалардың бір бөлігі оларды, екінші бөлігі Тоқтамысты, кейін Шайбанилерді қолдады. Орыс ханның ұрпағы Бараққа шығыс Дешті Қыпшақты 5-6 жылға біріктірудің сәті түсті. Бірақ 1428 жылы оның өлімінен кейін Ақ Орда ыдырап кетті. Оның көп бөлігіне Шайбанилік Әбілқайыр хан өз билігін жүргізді. Әбілқайыр хандығы. Әбілқайыр басқарған 40 жылдай уақыт ішінде 1428-1468 жылдар аралығы шығыс Дешті Қыпшақ өзгерістерге ұшырады. Оның қолынан билікті алу үшін күрескен әртүрлі топтармен күрес жүргізуге тура келді. Жошы әулеті Ұрыс ханның ұрпақтары Жәнібек пен Керей тағы басқалары Әбілқайырға үнемі қарсы шығып отырды. Сондықтан шығыс Дешті Қыпшақтың аумағы саяси жағынан бытыраңқы болып қала берді. Бұған Әбілқайыр ханның тоқтаусыз жүргізген соғыстары мен жорықтарының да үлкен әсері тиді. Әбілқайыр хан билігінің соңына қарай Батыс Сібірдің оңтүстігінен Сырдарияның оң жағалауы мен Қаратау баурайындағы Созақ, Сығанақ, Аққорған, Үскент қалаларымен бірге ұстап тұрды. Әбілқайыр хан мемлекетін кейде өзбек ұлысы, Әбілқайыр ұлысы немесе көшпелі өзбектер мемлекеті деп те атайды. 1465-1457 жылдары ойраттардан жеңіліске ұшыраған Әбілқайыр Дешті Қыпшаққа кетуге мәжбүр болды. 1468 жылы Әбілқайыр хан қайтыс болды. Қазақ хандығының құрылуымен шығыс Дешті Қыпшақта Шайбанилердің билік жүргізуі тоқтатылды. Моғолстан мемлекеті. Алдарыңызда ұсынылған картада Моғолстан мемлекетінің аумағы берілген. Көңіл аударыңыздар. Моғолстан 14 ғасырдың ортасында Шағатай ұлысының шығыс бөлігінде құрылған мемлекет. Моғолстан құрамына Жетісу, Қырғызстан мен Шығыс Түркістан аумағы енді. Мемлекеттің негізін Дулат тайпасы иеленген Маңлай сүбе аумағы құрды. 1347 жылы
Дулаттардың әмірі Полатшы Шағатайлық Тоғылық Темірді таққа отырғызған соң, ол жаңа әулеттің негізін қалады. Моғолстанда көшпелі тұрмыс сақталды. Бұл жерге отырықшылыққа көшкісі келмеген көптеген тайпалар көшіп келді. Бұл тайпалардың елеулі бөлігі кейіннен ұлы жүз қазақтарының, сондай-ақ қырғыздар мен ұйғырлардың құрамына кірді. Моғолстанның саяси тарихы соғыстар мен өзара қырқыстарға толы болды. Мысалы 1370-1380 жылдары Моғолстан Әмір Темірдің шабуылына ұшырады. Моғолстанның басты сыртқы жауы одан солтүстікке және Әбілқайыр хандығынан шығысқа қарай өз мемлекетін құрған батыс моңғолдық көшпелілер ойраттар жоңғарлар болды. 1452-1457 жылдары Есен-Бұға хан билігі кезінде ойраттар Моғолстан мен Сырдария бойындағы қалаларға шапқыншылық жасады. Сондай-ақ олар Әбілқайыр ханды Сығанақ түбінде жеңіліске ұшыратты. 1462 жылы Моғолстан шығыс және батыс Моғолстанға бөлініп кетті. Алдарыңызда ұсынылған Моғолстанда билік еткен хандар: Ильяс Қожа 1362-1385 жылдар аралығы, Қызыр Қожа хан 1385-1399 жылдар аралығы, Мұхаммед хан 1408-1418, Уайс хан 1418-1428, Есен-Бұға хан 1433-1462 жылдар аралығында билік еткен. 15 ғасырдың ортасында қалыптасып келе жатқан қазақ этносының әртүрлі бөліктері үш мемлекетте Әбілқайыр хандығы, Ноғай ордасы және Моғолстанда болды. Қазақ тайпаларын бір мемлекетке біріктіру ісі Орыс ханның ұрпақтары Жәнібек пен Керейдің үлесіне тиді. 1440-1450 жылдары көптеген қазақ ру тайпалары Қазақстанның оңтүстік бөлігінде Жәнібек пен Керейдің айналасына топтасты. Бұл жерде осыған дейін Жәнібектің әкесі Барақ ханның күшті билігі болған еді. Әбілқайыр хан билік үшін жошы ұрпақтарымен күрес жүргізіп жатқан кезде Жәнібек пен Керей өздерінің қол астындағы тайпаларды мықты тәртіппен басқарды. Олармен өзара қырқыстың тоқтауын және сауданың дамуын қалаған Сырдария бойындағы қалалардың ақсүйектері де байланыста болды. Жәнібек пен Керей билігіндегі қазақ тайпаларына өз билеушілерінің Әбілқайырмен жауласуы оңай тиген жоқ. Өйткені осыған байланысты жаз мезгілінде Қазақстанның солтүстігіне көше алмады. Өз кезегінде Әбілқайырдың қол астындағы тайпалардың Сырдария бойындағы аудандарсыз қалуы қиыншылықтар тудырды. Қазақ тайпаларының табиғи көші-қон бағыттары бойындағы аумақтарды иеленуге ұмтылуы олардың мемлекет құруға ұмтылысын тудырды. Бұл Жәнібек пен Керейдің Жетісуға көшуі мен қазақ жерлерін біріктіру үшін күресінің аса маңызды себептерінің бірі болды. Жәнібек пен Керейдің Жетісуға көшуі қазақ хандығының құрылуы. 1450 жылдардың соңында Жәнібек пен Керей өздерінің қол астындағы халықпен бірге Жетісудың батысына Моғолстан ханның иелігіне көшті. Көп ұзамай олар өздерінің саяси дербестігін бекітті. 1468 жылы Әбілқайыр ханның өлімінен кейін Жәнібек пен Керей бұрынғы Әбілқайыр хандығы билікті қайтарып алып, қазақ тайпаларының этникалық аумағын біріктірді. Сол тұста оларды қазақтардың билеушілері деп атай бастады. Қазақ хандығындағы алғашқы хандық лауазымды иеленген Керей хан болды. Қорытындылай келе балалар, жошы ұлысының құрамынан Шығыс Дешті Қыпшақтың бөлінуі салдарынан қазақтардың этникалық және қазақ хандығының мемлекеттік аумағы қалыптасты. Ақ Орда алғашқы қазақ мемлекеті болды. Моңғол мемлекеттерінің ыдырау дәуіріндегі үш мемлекеттің Ақ Орда, Әбілқайыр хандығы және Моғолстан арасындағы оқиғалар сабақтастығы қазақ хандығының құрылуына әкелді. Өзінің негізінде түркі-моңғол үлгісіндегі көшпелілер мемлекетінің белгілерін сақтай отырып, қазақ мемлекеті қалалық және отырықшы егіншілік мәдениет орталықтарын иеленуге ұмтылды. Бір мемлекеттің құрамына климаты мен ландшафтысы әртүрлі аймақтарды біріктіру далалық тайпалардың көшіп қону аймақтарының кеңеюіне және көшу бағыттарының өзгеруіне мүмкіндік жасады. Нәтижесінде жүздердің құрылуына әкелді. Қазақ хандығының құрылуы этникалық және саяси үдерістерінің
заңды нәтижесі болды. Балалар, кубизм әдісі арқылы сабағымызды бекітейік. Яғни, кубты лақтырған жағдайда түскен сұрақтарға жауап береміз. Керей мен Жәнібектің Жетісуға қарай көшудегі мақсаттары неде болды? Келесі. Қазақ мемлекеттігін қалыптастыруға басты қандай себептер болды? Хандық халқының этникалық құрамы қандай ру тайпалардан тұрды? Қазақ хандығы қай жылдары құрылды? Олай болса, балалар, алдарыңдағы қорытындылау тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Үйге тапсырма: қазақ хандарының қазақ хандығын құру мен нығайтудағы рөлі. 36 параграфты оқып, яғни осы тақырыпты талдап және де сілтемедегі бейне жазбаны көріп келеміз.